құрақ көрпе жасау үшін бізге мынандай маталар қажет. Сол маталарды қиямыз. Құрақтың бірнеше түрі болады. Ши құрақ, жұлдызша құрақ, мүйіз құрақ, толқын құрақ деген болады. Біз сол толқын құрақты жасаймыз. Қиямыз, қазір қиямыз, қарап отыр. Сен де қиян аласың. Сен ана сарыны қиямыз. Сарыны қидалайсың. Сіз құрақ жасау үшін бірнеше түрлі түрлер керек. Біз маман екеуміз қызылды қырқамыз, сен сарыны қырқ. Соны қырқ қандай? Күн түсі қандай Амира? Сары. Күн түсінде сарыны қырқады Амира. Сен де соны түйсейді, тағы бол. Енді міне қара. Біз құрақты қалай құраймыз? Мінекей қарап отырсың. Қызыл түрді қоямыз. Қара. Мынау қандай түс? Күлгін түс. Мынау Сары. сары. Сен сарыны қолданысың. Енді мына жерге сары. Бір сары. Камера қара. Енді осыларды бір-біріне тігеміз. Бұл құрақтың мәнісі неде? Қазақ халқында егер мына құрақ құрағанда бұл құрақтың мәнісі бар. Ол барлық туған туысқандар, балалар, бауырлар бірінен бірі қосылып, бірге болсын деген мағынаны білдіреді. Түсіндің бе? Енді міне бір-біріне тігеміз, сонда бізде құрақ болады. Міне бүгінгі біздің істе жасаған құрағымыз. Әдемі ме? Әдемі. Толқын құрақ. Міне қара, судың мынандай толқын дейді. Толқын құрақ деп айтады бұны. Мінекей біз осындай тамаша бір керемет көрпе жасадық. Операторға. Иә.